Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге ақуыздан жасалатын кремді көрсетемін. Және мен оны кішкене бисквитке жағып пісірдім. Өте дәмді болып шығады. Керемет болып шығады. Енді міндетті түрде жасап көріңіздер сіздерде. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен қантымызға кішкене ғана бір стакан су құямыз, сосын барлығын оттың астын жағып, барлығын жақсылап қайнатып аламыз. Яғни біз сироп дайындайтын боламыз. Қантымыз ерігенше араластырып, сосын судың қайнағанын күтеміз. Міне біздің сиропымыз қайнап жатыр. Енді сироп дайын болғанша біз жұмыртқамызды жарып, ақуыз мен сарыуызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ал енді ақуыздарды әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Міне біздің ақуымыз дайын болды. Осылай төңкерген кезде ағып кетпеу қажет. Ал енді біздің сироптар да дайын болып қалды. Сироптың дайын болғанын біз пиалаға кішкене су алып аламыз, соған 1-2 тамшы тамызамыз. Егер біздің тамызған сиропымыз суға тамызған кезде бірден қатып қалса, демек біздің сироп дайын деген сөз. Ал ендігі кезекте жаңағы ақуызымызға сиропымызды аз-аздан құя отырып миксерлеп аламыз. Мен миксерлеген кезде шамамен 15-20 минуттай уақыт кетті. Сол аралықта біздің креміміз дайын болады. Ал ендігі кезекте біздің креміміз дайын болды. Енді қалған жаңағы жұмыртқаның сарыуызынан мен пирогтың және торттың қуырдарын дайындап аламын. Ол үшін сарыуызды жақсылап қантпен араластырып миксерлеп аламын. Менің каналымда бисквиттің және пирогтардың рецептері бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Астына ссылкасын қалдырып кетемін. Міндетті түрде қараңыздар. Ал енді біздің дайын болған жаңағы бисквитімізге ақуыздан жасалған кремімізді жағып шығамыз. Біздің креміміз кез келген торттарға жарайды. Және де өздеріңіздің эклер, профитроли деген печеньеларға ішіне жақсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.